Әр ата-ана баласына жақсылық тілейді, бірақ ең үлкен қателікті өздерінің қалай байқамай жасап қойып жатқан байқамай қалады. Әр ата-ана өзінің баласын ең керемет мектепте оқытып жатырмын деп ойлайды, бірақ ол жердегі мұғалім қандай деген сұраққа жауап бере алмайды. Әрине, кейбір мұғалімдер баланың арманын ары қарай ұштап, оны керемет тұлға ретінде қалыптастыруы мүмкін, бірақ кейбір мұғалімдер ол баланың арманын қиюы мүмкін. Сондықтан бүгін біз өте ауыр тақырыпты қозғамақшымыз. Бүгін бізде тақырыпта ата-ананың ең үлкен қателігі ол қате мұғалім деген тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Бүгін біздің Бастау подкастымызда ерекше қонақ Кентау қаласында орналасқан Бастау мектебінің директоры Захан Нұртуған ұстаз. Қош келдіңіз, ұстаз. Қош көрдік. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Шақыруымызды қабыл алғаныңызға рахмет. Ауыр тақырып. Бұл тақырыпта біз ешкімді кінәлайын деп жатқан жоқпыз, ешкімнің бір құнсыздандырайын деп жатқан жоқпыз. Еңбегін тек қана өзіміздің еліміздің болашағына қандай да бір өзіміздің септігін тисе екен деген үлкен ниеттен осы тақырыпты таңдадық. Яғни еліміздің болашағы деп отырамыз, ол біздің жастар және болашақ ұрпақтар. Олардың қандай мұғалімнің алдынан өтіп жатқаны біз үшін өте маңызды болу керек деп ойлаймын. Өзіңіз осы ұстаздық жолда жүргеннен кейін осы тақырыпта өте бір керемет сұхбат болады деп ойлаймын. Әрине, бүгінгі күннің басты тақырыбы мүмкіндігінше ойдағы бір дүниелермен бөлісеміз. Ең алдымен подкастымыз бастамас бұрын өздеріңіздің қал жағдайларыңыз қалай, жұмыстарыңыз қалай болып жатыр, Кентауда мектебіміз қалай дамып жатыр, қандай өзгерістер болып жатыр. Енді осы биылдан бастап жаңа басшы ретінде тағайындалдыңыз. Сол кішігірім мектептегі өзгерістерді айтып кетсеңіз. Біздің мектебімізде биылғы жылдың негізгі өзгерісі біз 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптарды қосымша олимпиадаға дайындадық. Арнайы оларға маман тағайындап, сабақ уақыттарын реттеп, жүйелі түрде жұмысын бастады. Және соның нәтижесін біз көрдік. Осы Кентау қалалық 7-8, 9-ші сыныптар олимпиадасы кезінде біздің оқушыларымыз, 20 сынып оқушыларымыз екінші, үшінші дәрежелі дипломдар марапатталды. Өте керемет. Өзім де байқадым, спорттық жарыстардан да, осы интеллектуалдық жарыстардан да жаңағыдай топ жарып жатыр. Өте қуаныштымыз мектебіміздің осылай дамып жатқанына. Тек қана істеріңізге береке тілейміз. Жалпы енді біздің тақырыбымызды бастамас бұрын қарапайым сұрақтан бастап көрсек, жалпы бала не үшін мектепке барады? Дұрыс, банальный сұрақ болуы мүмкін. Бала не үшін мектепке барады? Ол білім алу үшін барады деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ оны тек қана ата-ана біледі. Мысалға өзіңіздің балаңыз бар, бірінші сыныпқа барады. Сен уже үлкен жігіт болдың, үлкен қыз болдың, бірінші сыныпқа барасың деп айтамыз. Бірақ шын мәнінде не үшін мектепке бара жатыр? Оны не күтіп тұр? Сол сұрақтарға біз жауап беріп жатырмыз ба? Түсіндіріп жатырмыз ба? Бала не үшін мектепке барады? Енді оны бір сөйлеммен айту қиын. Бірнеше маңызды дүниелерге тоқталсақ болады. Жалпылама не үшін барады? Бірінші кезекте әрине ол білім алу үшін. Оқу үшін, жазу үшін, ойлау үшін, есептеу үшін. Екінші кезекте бала не үшін мектепке барады? Бала мектепке тәртіп үйрену үшін, тәртіп алу үшін, қоғамда адам болып қалыптасу үшін, қате мен дұрысты айыру үшін. Бала мектепке не үшін барады? Бала мектепке әлеуметтену үшін барады. Ортамен байланысқа түсу керек. Ортасыз адам өмір сүре алмайды, білесіз. Жаңадан достар табады. Және өзінің дағдыларын дамыту үшін барады. Спортқа, өнерге, ғылымға, оның бәрін мектепте ашады ғой. Және тағы да біз қосып айтсақ болады, болашаққа бір дайындық ретінде болады. Яғни мектепке келген кезде болашақ өмірге мамандық таңдау барысында, яғни өмірден бір кетігін тауып қалану үшін мектепке бару керек бала. Қысқаша айтқан кезде жан-жақты даму үшін, білім алу үшін, болашақ өмірде өз орнын табу үшін бала мектепке барады деп ойлаймын енді. Сіз осылай түсіндіріп жатырсыз ба өзіңіздің ұлдарыңызға? Мен бірінші сыныпқа барған кезде. Бірінші сыныпқа барды ма? Енді менде қазір Алланың берген 3 баласы бар. Үлкен балам Әбіл Мансұр қазір дайындықта оқиды. Әр күн азанда менімен бірге азанда тұрып, дайындалып, күнде мектепте қызықтар айтып отырады. Керемет. Демек, келесі жылы ұлыңыз бірінші сыныпқа барады, мектеп іздейсіз,
Осы жерде енді біз тақырыпқа кіріп жатырмыз, байқап отырған шығарсыз. Көп ата-аналар баласын мектепке беретін кезде бірінші мектептің комфортына қарайды. Ол өтірік емес, рас деп ойлаймын. Яғни оның заманауилығына, оның қаншалықты инфрақұрылымы дұрыс, ғимарат қандай, орналасуы қандай деген сияқты дүниелерге бір кішігірім нюанстарға мән береді, бірақ ең басты мән беру керек, мұғалім таңдауға мән бермейді. Өйткені мектептің жүрегі мұғалім деп айтады. Қанша жерде мықты мектеп болса да, ғимараты мықты болса да, ішіндегі мұғалімі онша емес болса, онда ол берген балаңыздың уақытына зая келтіресіз. Жалпы қазір қаламызда болсын, елімізде болсын, неше түрлі мектептер ашылып жатыр. Ол мемлекеттік болсын, ол жекеменшік болсын, бірақ оның ішіндегі мұғалім таңдап жатқан адам санаулы. Неге ата-аналар осы мұғалімді зерттемейді? Енді сұрағыңыз жақсы. Енді сұрағыңызды өзіңіз толықтырып бір жақсы жеткіздіңіз. Негізі айтылған дүниенің біразын өзіңіз айттыңыз деп ойлаймын. Неге қазіргі таңда ата-аналар мұғалімді емес мектеп таңдайды деген сұрақ? Бұл енді көбінесе экономикалық тұрғыдан қарайтын болсақ, біздің өзімізде білінеді. Ата-ана бірінші кезекте мұғалім емес, қай мектеп бізге жақын орналасқан. Соған баса назар аударады. Бірақ ол жерде балаға білім беретін мектеп емес қой. Оның ішінде өзіңіз айтқандай, мектептің жүрек ұстасы. Екінші бір мәселе бар. Ата-ана мұғалім емес, сол баланың сағат 8-ден кешкі сағат 6-ға дейінгі әйтеуір болатын бір жер керек. Баяғыда балабақшаға жіберетін еді. Енді мектепте де сондай мектептер іздейді. Мысалға байқасаңыздар, бір ата-ана баласын қыркүйекте әкеліп береді сабаққа. Бірақ жыл бойы ол ата-ананы көрмейсіз. Жылдың соңында келсе кет, келмесе білмеймін енді. Демек, бізде ата-аналар әлі дұрыс ойламай жатыр баланың болашағы. Әлі немқұрайлық танытып жатыр деп ойлаймын. Осындай бір себеп салдарға байланысты негізі көбінесе ата-аналар мектепке мән береді. Бірақ расымен біз аталарға айтамыз, ұстаз бірінші орында. Ұстазға қарау. Өзіңіз айтқандай, мектептің жүрегі ұстаз. Ұстаз мықты болса, бала міндетті түрде ол жерден жайқалып гүл болып шығады ғой. Енді осы жерде сізге бір ситуациялық сұрақ қойғым келіп тұр. Бір кісімен сұхбаттасқан кезде, ол кісінің де балалары осындай жекеменшік мектепке барады. Бірақ жаңағыдай білім сапасы өте төмен мектептің. Білеміз, барлығымыз білеміз. Не үшін бересіз деп сұраймыз ғой. Неге ол мектеп, басқа да неше түрлі мектептер бар ғой деген кезде, таңнан кешке дейін жүреді. Болды, маған ары қарай керек емес деп айтады. Осындай ситуацияда ата-анаға қалай түсіндіруге болады? Енді бұл жерде ата-анаға айтылатын негізгі мәселе, негізі ата-ана бала үшін қолдан келген жасап жатыр. Бірақ көп жағдайда мен баламды экономикалық жағынан қамтамасыз етсем жеткілікті деп ойлап жатыр. Бірақ ол емес қой. Жаңа мектеп таңдаған кезде расымен ата-ана қатты мән беру керек нәрсе сол мектептегі ұстаздардың құндылықтарын, ұстаздардың өмірге баулу тәсілдерін, расымен сіздің беріп жатқан балаңызға лайықты білім беретін ұстаз бар ма деген сұраққа мән берсе, тек экономикалық жағынан ойламаса да ойлаймыз. Өйткені қазіргі бөліп жатқан қаржы, қазіргі беріп жатқан мектеп, ұстаз, ол баланың болашақ жемісі. Сондықтан жеміс жақсы беру үшін топырақта қонарлы болу керек та. Сондықтан ата-анаға айтатын бір өтінішім, мектеп таңдаған кезде тек заманауилығына, материалдық базасын емес, сол ұстаздардың біліктілігіне, мықтылығына назар аударса деп ойлаймын. Толық келсем. Жалпы енді мұғалім таңдау керек деп жатырмыз. Ол мұғалімнің құндылығы ата-ананың құндылығымен сай келуі әрине өте маңызды. Бірақ та кейбір ата-аналар әрине мұғалім таңдап, бірақ та оның тәрбиесіне мұғалімге асырып кетіп жатады. Жалпы мұғалімнің міндетіне тәрбие беру кіреді ме? Өте жақсы сұрақ. Бізде дәл осы оқиғада орын алды бізде. Мен сіздерге баламды білім беруге бердім, сіздер не үшін тәрбиесіне араласасыздар дейді. Бұл сондай ата-аналар болды енді, мен шынайы өмірден алынған немен айтып жатырмын. Енді сіз алып қараңызшы, білім мен тәрбие ол құстың қос қанаты сияқты. Екеуін ажырату мүмкін емес. Мысалға құс алысқа самғау үшін екі қанаты бірдей жұмыс істеу керек. Ал енді мысалға ата-ана баласын мектепке алып келеді. Бір айта алмайсыз ғой, сіз білім беріңіз, бірақ тәрбиесіне араласпаңыз, мен өзім білемін айта алмайсыз ғой. Ал ұстазда мен тек білім беремін, тәрбие беремін айта алмайды. Сондықтан ұстаз тәрбие мен білімді қатар алып жүру керек. Бірақ біздің халықта мынандай сөз бар, бір әкенің беретін тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды дейді. Бірақ оның астарына да үңілу керек. Бірақ өзім ойлаймын, ұстаз ол не үшін ұстаз?
егер балаға тәрбие бере алмаса. Біз егер тек құрғақ білім беретін болсақ, ол құрғақ білім алған оқушы, шәкірт ертең қоғамға бір зиянды тұлға болады. Сондықтан ұстаз міндетті түрде отанға деген, осы ана тіліне, жеріне деген сүйіспеншілікті ояту үшін тәрбие беру керек. Осы орайда бір қарияның айтқан сөзі есіме түсіп отыр. Бір заманда бір патша болған екен, өзінің ұлына ең керемет дүниедегі білімді бер деп ұстаз шақырады. Сөйтіп ұстаз болды деп алып кетеді шәкіртін. Бір шама уақыт өткен екен, шәкіртін алып ұстаз келеді патшаның алдына. Келіп, міне балаңызға толық бойымдағы бар білімді бердім. Балаңыз өте зерек екен дейді. Сонда патша айтады, онда мен қалай білім бергенімді мен сынап көрейін дейді. Менің басымда тәж тұр, сол тәждің ішінде астына бір зат жасырылып тұр. Ол не нәрсе екен тапшы дейді. Сонда шәкірті қолына қалам мен қағаз алып, жаңағыдай сипаттай бастайды. Сырты ақ, ішінде сары домалақ нәрсесі бар деп сипаттайды. Бірақ атауын таба алмайды. Сонда патша басын шайқайды. Мына білім берген шәкіртің осы ма? Атауын таба алмады ғой, тек сипаттап берді дейді. Сонда жаңағыдай ғұлама айтады. Дұрыс дейді, мен балаңызға білім бердім дейді. Балаңыз сол білімін айтып отыр. Сыртқы пішініне қарап, оның қандай екен. Бірақ мен біліммен қатар оған сезімталдық деген нәрсені бере алмаймын. Сезімталдық нәрсені бере алмаймын. Білім менен, парасат сізден деп айтқан екен. Парасаттың, тәрбиенің болуы кез келген адамның ата тегінен жалғанады. Сондықтан мен бойымда білімді бердім, сізге сипаттап берді. Жаңағыдай ұл айтқан екен да, басыңыздағы күн деп айтқан екен. Бірақ негізінде басына жасырылып тұрған жұмыртқа екен. Жұмыртқа. Соны күн деп сипаттаған. Бірақ жаңағыдай сыртқы пішініне қарап айтқан ғой. Сіздің айтқаныңызға келетін сияқты негізі. Бұл жерде енді кейбір ата-аналар қарама-қарсы да ситуацияда болып жатады. Неге тәрбиелемейсіздер? Неге тәрбиесіне араласпайсыздар? Біздің үйде бұзылып кетті деген сияқты неше түрлі әңгімелер кетуі мүмкін. Сондықтан да ата-ана да оның біліміне де, сіз айтпақшы, тәрбиесіне де араласу керек, және ұстаз да. Өте керемет, қосыламыз. Жалпы енді бізде мұғалім деп жатырмыз, мұғалім тақырыбына кіріп жатырмыз. Осы орайда біз мемлекеттік мектептердегі жағдайларға тоқталсақ. Мемлекеттік мектепте бір ұстазға 30-40 оқушы тиеді. Яғни бір сыныпта отырады. Бұл дегеніміз сонда 45 минутта бір оқушыға 1 минутта тимейді деген сөз. Түптеп келгенде 20 оқушы алдық дегеннің өзінен 20 оқушы ғана отырды, 2-ақ минуттан тиеді. Қалай ол оқушыға тәрбие береді, қалай ол оқушыға білім береді? Осы мәселені біз қалай шеше аламыз? Және осы бәсекелестік алып келіп жатқан мемлекет мектептердің сапалануына жол ашылып жатқан жекеменшік мектептер деген сөзге толықтай қосыласыз ба? Ойыңызды айтып кетсеңіз. Бүгінгі мысалға Қазақстанда негізгі мәселе ғой, әсіресе оңтүстік өңірде мектептің жетіспеушілігі. Яғни бізде солтүстікте байқалмайды, бірақ оңтүстікте туу көрсеткіші жоғары, соған байланысты мектептер аз. Сіздің айтып жатқаныңыз дұрыс, яғни қазіргі күннің өзінде мысалға мектептерде бар 30-40-тан отыратын. Енді бұл расымен мен бұнымен келіспеймін. Өзіңіз айтқандай, ұстазға берілетін 45 минут. Ал 45 минутта 30-40 оқушыны егер ол мүмкін емес. 30 оқушы бірдей емес қой. Оның ішінде расымен бір алғырлар болады. Ал ішінде орта жаңағы не ары емес, не бері емес тұйықтар болады. Ұстаз ары кетсе үздіктермен жұмыс істеп үлгереді 45 минутта. Немесе тәртіпсіздермен жұмыс істеп үлгереді. Ортада қаншама оқушы не болады, қалып кетеді. Сондықтан мектепте ары кетсе 20-25 отыру керек. Мысалы халықаралық тәжірибе бойынша алынған бір не бар, сараптама көрсеткіші. Сол кезде қарайтын болсаңыз, бастауыш мектепте бір сыныпта 15-тен 20 оқушы отыру керек екен, стандарт екен. Ал орта мектеп болатын болса 20 мен 25 аралығы дейді. Ал максимум 30-ға бару керек екен. Енді ойлаңыз, ол халықаралық. Бізде уже керісінше қазір. Ауылдық жерлерде мен айта алмаймын. 40-тың үстінде болуы мүмкін да. Сондықтан енді бұл мәселе неге алып келеді? Бұл мәселе білім сапасының төмендеуіне алып келеді. Бұл бір. Екінші жағынан сондай бір жалындап келген ұстаз, егер сондай 40 оқушыға тап болатын болса, ол расымен интеллигенцияның бәрін құртып қояды. Ұзаққа бір алысқа бара алмауы мүмкін. Сондықтан бұл мәселені реттеу керек. Ал реттеудің бірден бір жолы әрине ол жекеменшік мектептер деп ойлаймын. Жалпы ақылы мектеп бұл сапалы білім дегенге қаншалықты тұжырыммен келісесіз? Енді біз шамалы ашып айтайық, жеке меншік мектептер
ақылы, иә. Бірақ расымен білім саласына үлкен серпіліс бере алады. Не үшін? Себебі жекеменшік мектептер халыққа тәуелді. Халықтан ақша алады. Ал енді келген оқушыны ұстап қалу үшін ұстаз мықты болу керек. Демек жекеменшік мектептер ұстазға қатты көңіл бөледі. Яғни маман алған кезде, кадр алған кезде кадрлық құрамы жекеменшіктер мықты болады. Демек мемлекетіміздің білім саласына жекеменшік мектептер әсер етіп жатыр. Кадрлық құрамынан десек болады. Екінші жағынан жекеменшік мектептер жалпылама заманауи жабдықтарға қатты мән береді. Сабақ өту деңгейі мемлекетке қараған кезде қызықты әрі жоғары деңгейде өтеді. Барлық соңғы үлгідегі LED экран болсын, әдіс тәсілдерді болсын, барлығын қолданады. Және осы жекеменшік мектептер сол жаңа алдына келген оқушыны сақтап қалу мақсатында ата-анамен тығыз қарым-қатынас орнатады. Яғни бұның бәрі біздің білім саламыздың серпіліс беруіне тың әсер етеді. Және бір нақтырып қалайтын болсаңыз, дәл осы жекеменшік мектептер қалай ашылды, мемлекеттік мектептерде уже қозғалыс басталып кетті. Қалай қозғалыс? Мысалға, мынандай сұрақ келіп түскен бізге. Жекеменшік мектептер не үшін сіздер біздің балаларымызды алып қоясыздар дейді. Мемлекеттік мектептегі бір әріптесін айтқаны ғой. Біз айтамыз, демек бала өзі қалап жатыр. Егер расымен сіздер сондай білім беретін болсаңыздар, бала бізге келмейтін еді. Кейін олар балалары бізге келе бастағаннан уже мемлекеттік мектептерде қозғалыс басталды. Демек, жекеменшік мектептердің ашылуы мемлекеттің білім саласына ықпал етіп жатыр. Бәсекелестік пайда болып жатыр. Уже мемлекеттер жайлап уже қимылдап жатыр. Не үшін? Бала ұстап қалу керек оларда. Сондықтан мен жекеменшік мектептерді қолдаймын. Жақсы. Жаңа өз сөзіңізде айтып кеттіңіз, жекеменшік мектептер кадрларды іріктеп таңдап алады, олармен дұрыс жұмыс жасайды деп. Жалпы жекеменшік мектептердің мұғалімдерге қоятын талабы қандай? Енді жаңа мәселе ғой. Қандай критерий бойынша таңдап аласыздар? Бізде жекеменшік мектептердің бір артықшылығы, оны мойындау керек, соңғы үлгідегі ғимаратпен жабдықталған. Бүкіл жағдай жасалған, LED экран, тақта болса бәрі керемет. Бірақ ол баланы қанағаттандырмайды. Ал баланы қанағаттандыратын жалғыз нәрсе бар, ол ұстаз. Сондықтан біз бірінші орында ұстазға қатты қараймыз. Ұстаз өз пәнін 100% меңгеру керек. Егер ұстаз пәнін жақсы меңгеретін болса, ол келген оқушы қалады. Сондықтан біз бірінші өз пәніне қараймыз. Теориялық түрде біліміне. Екінші, біз ұстаз қабылдау барысында оның жалпы қазір біз әлемде цифрлану жүйесі ғой. Соған аса мән береміз. Ол мықты болу керек ол жүйеден. Келесі қарайтын болсақ, бізде қазір білесіздер, қазір жекеменшік мектептерде көбінесе біз мемлекеттен айырмашылығымыз, біз тілге көп көңіл бөлеміз. Ағылшын тіліне басымдық береміз. Алда уақытта жоспарда бар, жалпылама кейбір пәндерде біз ағылшынша өтсек деген. Өйткені қазір талап сондай. Ата-аналардың қалауы да сондай. Заман талабы да сондай. Заман талабы сондай болып тұр. Енді осындай бір нелерге бастан назар аударамыз. Әрине оның ішінде бірінші ұлттық құндылығы болу керек. Елін жерін сүйетін бір ұстаз болу керек қой бізге керек. Осы тақырыптың ішіне біз жекеменшік мектеп деген сұраққа кіріп кеттік. Осы жекеменшік мектепке байланысты қазір үлкен жаңағыдай әңгімелер, үлкен жаңағыдай тапсырмалар орындалып жатыр. Кейбірі өзінің наразылығын білдіріп жатыр жекеменшік мектептерге байланысты. Мысалға депутаттар деген секілді. Бірақ олардың білім саласына қаншалықты қатысы бар деген бір ой туындайды. Әр маманның өзінің иесі, саланың маманы, бір маманның ісіне келесі бір маманның араласпақ түгілі баға да бере алмайды. Тек қана ұсыныс айтуы мүмкін, бір идея айтуы мүмкін дамытуға, бірақ оны түптеп келгенде басып тастап, ондай ешнәрсе істей алмайды. Енді мен сіздің сөзіңізді толықтырып өтейін. Жалпылама жекеменшік мектептерге қазіргі таңда негізі қатты қысым болып жатыр. Қысымның әр нәрсенің бір жағымды, жағымсыз жақтары болады. Мен өзім жағымды жағымен қарай аламын. Мысалы, қазір Қазақстанда 800-дің үстінде жекеменшік мектептер бар екен. Бірақ расымен мойындауымыз керек, оның кейбірі расымен ол мектеп құжаты бар, бірақ расымен мектеп жоқ. Аты бар, заты жоқ. Аты бар, заты жоқ. Ол мойындауымыз керек. Яғни бұл білім таза ақшаның көзін айланбау керек. Ал мемлекеттің істеп жатқаны, ол жекеменшіктер жауын деп жатқан жоқ. Мемлекеттің істеп жатқаны ол керісінше бір андай сілкіп тазалап алмақшы. Бизнеске құныққандарды бір. Көрдіңіз ба? Сондықтан қазіргі мемлекеттің қысып жатқан ол орынды. Қазір нарықта кім лайықты, кім расымен білім беріп жатыр, сол қалады. Ал кім лайықсыз,
кім жаңағыдай теріс жолмен ақша тауып жатыр, ол нарықтан кетеді, ол біз үшін жақсы ғой. Иә, енді мен сізге бір мысал берейін, қараңыз. Мысалы КСРО-ны алып қарайық. КСРО-ның кезінде барлық жекеменшіктердің бәрі мемлекетке өткізіп алған. Бірақ сол КСРО ақыр соңында не болды? Бір қарапайым бір нанның өзін өндіріп бере алмайтындай дәрежеге түсіп кетті. Кеміз тәуелсіз алдық 91-де. 91-ден бастап елбасының бізде көтерген саясаты жекешелендіруді бастады. Мемлекетке тәуелді кәсіпорындардың бәрін не істеді? Жекешелендіруге берді. Мысалы, сіз кәсіпкерсіз. Бірақ сізде бәрі мемлекеттік. Мен сізге келемін. Тәуелдімін. Мен сізге айтамын, бүгіннен бастап мына цемент завод сіздікі, тас завод сіздікі. Сіз жүргізесіз. Просто мемлекет салық төлеп отырасыз деймін. Ал сіз өзіңіз маманысыз. Көрдіңіз бе, мемлекет жүргізе алмады, жекеменшіктерге берді. Сол экономиканы көтерді. Дәл сол сияқты, дәл қазір білім саласында бізде Тоқаев атамыз да айтты, білімге қаражат бөліну керек деді. Білімде бәсекелестік болу керек деді. Бірақ оны кейбір көкелеріміз мүмкін дұрыс түсінбей жатқан шығар. Сондықтан жекеменшік мектептер жұмыс істеу керек. Бұлардың негізгі мақсаты білім саласын дамыту. Егер жекеменшік тоқтайтын болса, тек мемлекет жүйеге қайтадан көшетін болсақ, біздің білім саламыз керісінше артқа кетеді. Өйткені қазір халықаралық неге қарайтын болсаңыз, Қазақстанның білім саласы бойынша оқушылардың жетістігін жекеменшік мектептер көтеріп тұр. Нешті алып қарайтын болсаңыз, ктл алып қарайтын болсаңыз, дарыныңыз бар, көп жекеменшік мектептер. Сондықтан мен ойлаймын, бұл негізі істеліп жатқан шара сол тазалау үшін істеліп жатыр. Жалпы енді ата-ана мектеп таңдайтын кезде ең маңызды қандай факторларға назар аудару керек? Бұл маңызды. Ең бірінші ата-аналарға мен айтатын нәрсем, жалпыма баланың болашағына немқұрайлық танытпаса. Расымен сол ата-ананың ұрпағы, яғни болашақ ұрпағы енді сол адам арқылы, бала арқылы қалыптасады. Сондықтан бірінші орында оның біліміне қатты көңіл бөлу керек. Ал мектепке келген кезде бірінші орында оның ұстаздарына мән беру керек. Ұстаз расымен білікті ма? Ұстаз білімді ма? Оны қалай біле алады? Енді оны қалай болған кезде, мысалға мектепке келген кезде, жаңағы сол мектептің халық қой негізі. Халықтан сұрау керек. Қазір қай мектеп мықты мысалға? Қандай ұстаздар бар? ұбт-та қандай шәкірттер қанша балл жинап жатыр? Әлеуметтік желіде оған қандай пікірлер қалдырып жатыр? Жалпы немесе жүзбе-жүз келіп жолықса. Адам мысалға жүзбе келіп сөйлескен кезде сұрақ қою арқылы білесіз ғой. Алдыңызда ұстаздың қандай екенін. Егер мысалға әшейін ақша үшін отырған біреу болатын болса, барынша сіздің алып қалуға тырысады. Сондықтан ата-ана бірінші кезекте міндетті түрде мектепке келіп, құжатты беріп кетіп қалмай, керісінше қай ұстаз бізге жауапты? Шақырыңыз сөйлесейік. Мен балам осындай қылығы бар мысалға. Қатты ренжиді мысалға, сіз қалай шешесіз оны? Немесе тұйық мысалға, сіз қалай ашасыз, қалай жұмыс істейсіз? Егер расымен оқушыға жаны ашыған ұстаз болатын болса, ол айтады. Ал немқұрайлық танытатын ұстаз болса, ол ондай сөзден қашады. Сондықтан ата-аналар міндетті түрде ұстазбен жолығу керек. Жақсы, қалай таңдау керек деген сұраққа жауап бердіңіз. Енді келесі сіздің өзіңізге қойын. Сіз балаңызға қандай мектеп таңдайсыз? Енді іздестіріп жүргеніңізді білеміз. Көп ойландық. Енді мен білім саласына өзімден білім саласына жұмыс істеп жатқаннан кейін, қазір әріптестер негізі білеміз негізі қандай жұмыс істеп жатқан. Сондықтан бұл сұрақ өте қиын болды. Сонымен іздестіре келе жалпы салыстырмалы түрде өзіме Зерек мектеп ұнады. Жалпы мектептің жүйесі, ішіндегі үйірмелері, ұстаздары, жалпы құндылыққа бір байланған мектеп деп қабылдадым. Сөйтіп баламды сол Зерек мектебіне бердім. Барып сөйлестіңіз, алдын ала барып өзіңіз? Ұстазымен жолықтық, жиналыстарына қатыстым, сұрақтарымды қойдым. Жалпы не үшін ұстаз жол таңдағандығын сұрадым. Осылай сол баламды Зерек мектебіне бердім. Жақсы. Даярлық тобында ұлыңыз, иә? Даярлық тобында. Мұғалім танисыз ба? Мұғалім Айгерім апай. Оны танимыз, өте жиі араласамыз. Күнде группадан жазып, не істеп жатыр, қандай қыз болып жатыр, не әкелу керек, қай тақпақ үшін бәрін сұрап отырады. Өзіме жалпы қадағалау жүйесі ұнады. Сіз өзіңіз тікелей араласасыз, балаңыздың тәрбиесіне болсын, біліміне болсын? Иә, әрине. Енді көп жағдайда негізі бізде мысалы бір бала сабаққа келмей қалса, бір оқушы ауырып қалса, көбінесе аналар шығып жатады. Бірақ мен өз басым әкелерден шыққан қалаймын. Үйде негізі үйдің отағасы, үйдің тізгінін ұстаушы ер адам ғой. Сондықтан баланың тәрбиесінде де міндетті түрде ер адам болу керек. Сондықтан баланың тәрбиесіне көбінесе өзім араласамын. Енді анасы, әрине, анасы қадағалайды. Ана ғой,
бір қолмен бесік болса бір қолмен әлемді тербетеді. Кезіндегі шоқан өткен әже сайғам деген сияқты, яссауиді гауһар деген сияқты аналарымыз мықты ғой. Бірақ бәрі әкенің орны әке ол. Иә. Сондықтан өзім барынша қадағалап отырамын, сұрап отырамын. Керек па үйге берілген нелерін, тақпақтарын, өлеңдерін бірге қайталап. Солай? Мектеп жұмыстан кейін телефоныңызда жыр тастайтыныңыз содан ау деймін. Қадағалап, ұлдарыңызға көңіл бөліп. Әрине. Керемет. Келесі енді сізге ситуационный сұрақ. Балаңыз жылап келді мектептен. Сіз балаңызға сенесіз бе, әлде мұғалімнің айтқан сөзіне сенесіз бе? Екеуі екі түрлі сөйлеп жатыр. Бұл сұрақ бізде қазіргі таңда болды. Ата-аналар жиі хабарласады. Көбінесе ата-аналар звондайды да, тек баласының сөзімен сөйлейді. Бұл біздің ата-ана ретінде үлкен қателігіміз. Қарға баласын аппағым дейді ғой. Енді ол түсінікті енді. Ешкім баласын жамандатқысы келмейді. Бірақ қандай жағдай болсын, ата-ана екі жақты тыңдап барып шешім шығару керек. Тек бала жағынан қарайтын болса, ол кезде дұрыс нәрсеге жете алмайды. Өйткені бала ата-анадан қорқады. Өтірік айтып қою мүмкін. Бір ата-ананы өтірік айтып қабылдамайды ғой. Сондықтан болған оқиғаға байланысты баланың сенімін жоғалтып болмау керек. Өйткені бала менің ата-анам деп мүмкін шындықты айтып тұруы мүмкін да. Сондықтан баланың сенімін де сақтау керек. Ұстазымен де жолығу керек. Яғни екеуі ара бұл мәселені шешу керек. Тек бір жақты қарап ұстаз кінәлі деп мектепке барып айқай-шу шығарған нәрсе шықпайды. Керісінше ол мектептен ауысу керек болады. Немесе сол оқушының алдында ұстаздың дәрежесі түсіп кетеді. Яғни сондай бір керісінше басқа бір оқиғаларға тап болады да. Сондықтан екі жақты келісу керек, екі жақты бірдей қарау керек. Ұстаз не үшін ұстаз? Ұстаз оқушыны қадағаламаса, оқушыға өзінің тәртібін орната алмаса, берген тапсырмасын қысып сұрай алмаса, ол не үшін ұстаз болып отыр? Сондықтан ата-ана екі жақтан қарау керек. Мен сырттай бір нәрсені де бір қарап отырмын да. Бір кісі жазып қойыпты. Мұғалімдерге буллингтің ең көбін мұғалімдердің өздерінен көреміз деп ше. Мұғалім ата-аналардан деп. Тым талап, түсініспеушілік деген сияқты. Әңгімені мен де мұғаліммін деп бастайды. Мен осы мәселе бойынша жақын арада бір ата-анамен хабарластым. Осы бізде. Менің қызым сіздерге барған кезде 5-пен барған дейді. Неге 4-ке түсіп қалған дейді. Өзі мұғалім. Өзі мұғалім екен. Соны айттым, ұстаз едім. Біздің мектеп жекеменшік мектеп. Біз бірінші орында сапаға мән береміз. Расымен бұл жаңағы мәселе ғой, нарықта біз қалу үшін сапа мықты болу керек. Сондықтан сіздің келген мектебіңізді мен жамандай алмаймын. Бірақ біздің мектепте баланың шынайы бейне шығады. Біз бұл баланы бекерден бекер 4-ке түсіргеніміз жоқ. Тесті нәтижесі бойынша. Демек, расымен сіздің балаңыз 4. Сонда сіз қабылдаңыз. Үшін 5-ке шығу керек дейді ғой. Яғни сөйлесе керек уже баласының расымен 5-ке лайықты емес екенін түсінеді. Негізі кез келген жағдайда сөйлесіп шешуге болады. Неге осы мұғалім ата-аналар ондай болып келеді? Енді мен өзім мұғаліммін да, бірақ мүмкін енді балам білім жолына енді қосылып жатқаннан ба, бірақ ондай ар-шағым айтпаппын мен. Бірақ сондай ар-шағым айтатын ата-аналарға айтқым келгені, жалпы біздегі мектепке оқушылар келген кезде көбінесе сол ата-ананың айтқан деңгейінен төмен келеді. Мен айтамын да, сіздің балаңыз келген кезде ол мүлдем ана жақта еді ғой деймін да. Қайта оның беті бері қарап шамалы бері шықты ғой деймін да. Содан сіз қайта қуансаңыз қазір өзгеріп жатқанына деймін. Қазіргі жағдайда салыстырмалы түрде қарайтын болсаңыз, 100 ата-ана болатын болса, соның ішінен бір 2 ата-ана шығады. Бәрі көпшілік болғаннан кейін бәрі болады. Бірақ 90%, 95% жыл соңында рахметін айтып, алғысын білдіріп, кешірімін сұрап, солай болып жататын сәттер болады бізде. Сіздің осы позитивіңіз қатты ұнайды. Рахмет. Жаңа енді ұлыңызға мектеп таңдадық деп айтып жатырсыз. Бірақ енді білмейсіз ғой, сіз жақсы мектеп таңдадым деп ойлап отырсыз. Может, ол балаңызға қате болып жатқан шығар, ұнамай жатқан шығар. Құдай сақтасын, егер осы жасаған таңдауыңыз қате болып шықса, 10 жылдан кейінгі салдарын көтеруге дайынсыз ба? Алла сақтасын. Қиын сұрақ. Енді шешім қабылдау кезінде біз расымен бір жақты қабылдамаймыз. Мен сізге жаңа өзіңізге айттым, мен мектеп іздегенде расымен қаланың бүкіл мектептерін, бүкіл жекеменшік мемлекеттік болса да бәрін кім қалай жұмыс істеп жатыр, халықтың пікірі қалай, негізі халық қой, негізі халық.
оны мен бірден барып мен зерекке бере салғам жоқ. Оны қаншама ағалармен алдыңғы буын ақылдасып, аталармен ақылдасып, солардың ақылымен таңдаған мектеп. Яғни ойлаймын мен ол жерден біз қателік шықпайды деп ойлаймын. Бірақ бұл сұрақ жауап көтересіз ба? Көтереміз, иә. Өйткені кез келген сынақ бәрібір келеді. Ал сынақ жаңағы мәселе, сынақ адамды сындыру үшін емес, керісінше шыңдау үшін келеді. Иә. Оны да бірге көтереміз ақылдасып. Жақсы. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз ата-ананың ең басты қателігі қате мұғалім болған. Соңғы сұрақпен қорытындылағым келіп тұр. Жалпы сіз үшін қате мұғалім деген кім? Енді қате мұғалім деген сұрақтың өзі негізі андай да. Ыңғайсыз сұрақ болып тұр. Ыңғайсыз сұрақ та, бір андай. Ұйқасы жоқ дейміз да, негізі қате мұғалім деген білмеймін енді. Мен былай айтар едім. Өз пәні бойынша білімі төмен мұғалім. Немесе эмоциясын ішкі басқара алмайтын мұғалім. Иә? Немесе білімі жақсы, бірақ білімін осы оқушыларға жеткізе алмайтын мұғалім деп сұрақ қойылса болатын еді негізі. Сондықтан қате мұғалім деген жоқ. Иә, сіздің алдыңызда Мұхтар сөз келген кезде педагогикада жаман қиын оқушының болмайтын секілді, қиын ұстаздың да болмайды деп. Бірақ енді бізде бұндай ситуациялар жоқ деп кесіп айта алмаймыз. Мұғалімнің де неше түрлісі болады. Мысалы, Алматыда, Астанада орналасқан Халибари деген мектептерді білесіз. Сол мектептерде кәдімгідей белгілі бір дата бар екен, ол дата білмейді екенмін негізі. Сол кісілерден естідім. Кәдімгідей мұғалімдер сол күні кіріп оқушыларға бүгін пивный день деп айтады екен да. Сол кәдімгі ұлттық мереке сияқты атап өтіп, құттықтап, сондай дүниеге баулиды екен. Енді Назарке ұстаз мынандай мәселе ғой, жаңағы мәселе. Біз көпшілікпіз. Сондықтан ішінара болуы мүмкін. Бірақ мен жалпылама көпшілікке қалай айтады? Кір артпаймын. Ішінде болуы мүмкін. Яғни 100% мақтап атқаным жоқ. Болуы мүмкін, бірақ аз. Аз болсын деп тілейміз. Жақсы ұстаз, өте бір керемет сұхбаттасып болды деген ойдамын. Өзіңіздің көкейіңізде жүрген ойларыңызбен бөлісті деген ойдамыз. Жалпы осы тақырыпты қорытындылап кетсек. Жақсы, рахмет шақырғандарыңызға. Енді әркім өзіне керексін алады ғой. Мен өзім негізі білетін 1 білмейтін 99 дейді ғой. Сондықтан талбестен жербеске дейін білім іздеп жүрген адамдардың бірімін. Сондықтан мен қазір 100% мемлекетте болып жатқан дүниені қозғадым. Менің тыңдаңыздар, ешкім айтпаймын. Бірақ әркім өзіне керексін алар. Сөздің қорытындысы ретінде мен бір нәрсені айтқым келеді. Жалпылама, ол мемлекеттік мектеп болсын, ол жеке меншік мектеп болсын, жаңа өзіңіз айтпақшы, ақылы мектеп болса да, бәрібір ол жерде негізгі рөл ол ұстаз ойнайды. Ұстаз мықты болатын болса, ол мемлекетте, жеке меншікте де, яғни білім саласын көтере алады. Енді бұл жерде негізгі айтылатын мәселе, ұстаздар мен ата-ана екеуі бірігу керек. Екеуі біріккен кезде міндетті түрде нәтиже болады. Ахмет атамыздың сөзі бар ғой. Айтады, біз біріксек тірі боламыз. Тірі болсақ, ірі боламыз. Ал біз ірі болсақ, біздің алдымызда ешкім қарсы келе алмайды дейді. Сол сияқты ата-ана мен ұстаз бірігу керек. Ал енді ұстаздық жол таңдап жатқан әріптестерге, артымыздан еріп келе жатқан іні қарындастарға айтарым. Мейлі сіз жалғыз болыңыз, мейлі қасыңызда тобыр болсын, бірақ сіз қайткен күнде осы елге, жерге бір өзіңіз болса да қызмет етуіңіз керек. Бабалардан қалған бір сөз бар екен. Шыңғыс ханның сөзі ғой, Шыңғыс хан, ғасыр қолбасшысы Шыңғыс хан атамыздың сөзі. Атамыз деген бар. Аталап жүресің Шыңғыс хан. Ғасыр қолбасшысы Шыңғыс ханның айтқан сөзі бар екен. Бір шеге ештеңе емес деп ойлама дейді. Бір шеге бір тағаны ұстайды. Бір таға бір тұлпарды ұстайды дейді. Бір тұлпар бір қолбасшыны ұстайды. Неткен сөздер. Бір қолбасшы бүкіл әскер ұстайды. Ал әскер халықтан алып қалады дейді. Сол сияқты бәрі де бір нәрседен басталды ғой. Сол ұстаздық жолдағы ұстаздық жол бұл ұлы жол. Біздің алдымызда өткен шәкірт расымен бұл ертең елдің тізгінін ұстайтын, елдің көшін сүйрейтін тұлға. Сондықтан біз оны шыңдауымыз керек деп ойлаймын. Өте керемет. Соңғы айтқан сөзіңіз өте керемет. Мен бірінші рет естіп тұр екенмін. Шынымен де көп адам мен жалғызбын, бір өзім ести аламын деп
өзін бір артқа шегінуі мүмкін, бірақ шынымен де бір болса да көп нәрсені істей алуы мүмкін. Біреу болып көп нәрсеге ықпал етуі де мүмкін. Келгеніңізге өте қуаныштымын. Рахмет, сіздерге рахмет. Өзіңіздің біліміңізбен бөліскеніңізге рахмет. Біліміңізге білім қоса берсін. Алдағы уақытта сізді енді жаңа тақырыптарда күтеміз. Біздің подкастымыз сіз үшін әрдайым ашық. Ал біздің осы подкастымызды көріп отырған барша көрермендерге, назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахметімізді айтамыз. Және де осы біздің тақырыбымыздың аясында өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, немесе бір өздеріңіздің келіспейтін ойларыңыз болса да, төменде пікірге жазып кетіңіздер. Біз оны міндетті түрде Нұртуған ұстаз екеуміз оқитын боламыз. Және алдағы уақытта осы алдағы болатын подкасттарға да қандай тақырыпта кімдердің қонақ болып келгенін қалайсыздар, соны да жаза кетіңіздер. Біз міндетті түрде жүзеге асыратын боламыз. Үлкен рахмет.